Все, бастай қояйық онда. Экран көрініп тұр ғой, иә? Мына жерде, бізде қате кеткен. Мында А-ның 5 дәрежесі болу керек. Сонда ашатын болсақ, мына жердегі мынаны ашайықшы бірінші. А-ның 4 дәрежесі болады, жақшаны ашсақ. Плюс А-ның кубы минус А болады. Мынаған келе ма? Келмейді, сыз бастаймыз. Мынаны ашайық. А-ның 5 дәрежесі плюс А-ның 4 дәрежесі минус бізде не болады? А болады. Келе ма? Келмейді тоже. Мынаны ашайық. Тең болады. А-ның 5 дәрежесі плюс А-ның кубы. Бұл да болмайды бізге. Мынаны аша қояйық. А квадрат плюс А куб. Так, А куб плюс 3А. Так, мына жерде бар ғой. Астында жауаптарды дұрыс енгізмеген ғой деймін. Бір минут күте тұрыңдар. Ана жібере қойшы. Мына. Бізде сонда мына жерде мынандай вариант болу керек еді. А-ның 4 дәрежесі, А-ның квадраты деген. А-ның 4 дәрежесі, А-ның квадраты минус А. Сонда мына жерде бізде А-ның 3 дәрежесі ғой. 4 деп жазып қойыппын. Сонда бізде дұрыс вариант мынау бола қояды. Сонда С жауабы бізде дұрыс жауап бола қояды екен. Просто көбейткіштерге жүктеу. Ары қарай кеттік. Келесі бізге не дейді? Мына жерде кітаптың несі бойынша x плюс 1, мұнда А емес 1. Енді кеттік. Сонда косинус пи бөлінген 3-те бізде қаншаға тең болады? 2-ден 2-ден 1. 2-ден 1. Осының бізде 2-ның x плюс 1 дәрежесі. Мұнда не үшін пи деп қойған білмеймін. Тең болады 16-ға. Так, енді 16 деген ол бізде не? 2-ның мынау. Минус 4 дәрежесі. 2-ның 4 дәрежесі. Енді негіздері 1 болып тұр. Не істей қоямын? Екеуін теңестіріп жіберем. Минус 2x минус 1 тең болады 4-ге. Минус 2x тең болады. Мында жіберем. 5. X-ім тең болады. Минус 5 бөлінген 2-ге. Минус 2 жарымға тең болады екен. Бұл менде қай жауап бола қояды? Міне, С жауабы бола қояды екен. Так, бұл есеп бойынша сұрақ жоқ қой ешқайсымызда? Теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Не істейміз? Екі теңдеуді алайық та бір-біріне қосып жіберейікші. Сол кезде бізде не шығады? 3x плюс y плюс x минус y тең болады 15 қосылған 9. Мына екеу кетеді бізде. Сонда 4x тең болады бізде 24-ге. X тең болады екен 6-ға. Y-мізді табайық. Сонда x-ның орнына 6-ны қоямыз. Минус y тең болады 9-ға. Мынаны былай әкелейік, мынаны мына жерге жіберейік. Сонда y-міз тең болады 9 минус 9 плюс 6. Сонда y тең болады минус 3-ге. Сонда бізде 6 және 3 деген Д жауабы шыға қояды екен. Так, кеттік. Троллейбус тұрақты жылдамдықпен дейді. Мынаны ескереміз. Тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты жүріп 3 сағатта 213 км жол жүрді дейді. 4 сағатта осы жылдамдықпен жылдамдық ауыспайды, значит, неше километр жол жүретін анықтаңдар дейді. Формуламыз қандай еді бізде? В тең болады S бөлінген Т. Мына жерде уақыт берілген, жол берілген, тауып алайық, яғни В бірді тауып алайықшы, тұрақты біздің жылдамдығымызды. 213-ті бөлу жүреміз 3-ге. Сонда бізде шыға қояды 71 километр сағат. Енді не істейміз? Бізде жылдамдық ауыспайды ғой. Бізге енді 4 сағат ауысады. Мынаяқтан S табатын болсақ, бізде VT болады. Жылдамдық ауыспайды, 71 болады. Тек қана уақыт ауысады. Сонда бізде 284 километр сағат бола қояды екен. Ол бізде В жауабы. Сонда жауабымыз біздің В болады екен. Так, бұл есеп бойынша сұрақ жоқ қой ешқайсымызда? Келесі, мынаны бізге шешіңдер деген. Біз естейміз, екі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдай бізде 2,16x минус 5 былайнан 2,8 және де 2,16x минус 5 бізде жағаға x-іміз үлкен немесе тең 0 жағдай. Мына модульдің ішінде
мынау керек емес. Мынау модульдің өзі бізде оң сан шығу керек қой. Міне осы жағдай, мына x бар. Осы екі жағдай. Сосын тағы да қандай жағдай бар бізде? 2,16x минус 5. Так, қалай болады бізде? Кіші немесе тең. Иә, ауысады. Минус 2,8. Және де мұнда бізде не жүреді? Так, минус 2,8. Мұнда бізде жүре қояды. X-ымыз үлкен болады 0-ден. Мынаның бәрін былай істейікші, бірінші қараңдар. Былай ыңғайлы болсын. Біз мынаны былай. Қазір апай қайттан кірем. Мынаны 2,16x модуль ішінде мынаны мында келетін болсақ, минус 7,8 болады. Осылайынан істеп алайықшы. Енді осын екі жағдайға бөлейік. Бірінші жағдай бізде 2,16x-ымыз кіші болып қала береді 7,8-ден. Және де тағы бір жағдай, жаңағы x-ымыз біздің модуліміз оң сан болу керек. Екінші жағдай бізде 2,16x-ымыз үлкен немесе тең болады минус 7,8-ден деген жағдайымыз. Және де x-ымыз бізде 0-ден, яғни осы екі аралықта жататын сан болады. Осы екі қатынасты біз есептейміз. Ал кеттік. Біріншісі x-ымыз 7,8-ді бөлсек 3 қалады, және x-ымыз үлкен немесе тең 0 жағдайы. Мына жағдайда апай физикаға шақырып отырып қойдыңызшы, пожалуйста. Тез үлкен 0-ден. Екі жағдай, екеуін екі түрлі сандық өске сызайық. Біріншісі мынаны 0 тұрады мына жерде, іші боялады қатаң. Одан кейін 3 тұрады, іштің де іші боялады. Бізде үшіміз кіші, мына аралық болады бізде. X-іміз үлкен, мына аралық болады. Келесі, мынамен қиылыстырамыз. Минус 3 пен минус 3 мына жерде жатады бізде, және де 0 мына жерде. 0 бізде қатаң емес. 0, ал минус 3-іміз қатаң. Енді бізге не дейді? X-ымыз үлкен, яғни мына аралықта жатады, ал Y-іміз бізде кіші, мына аралықта жатады. Яғни міне екеуінің қиылысатын жері бізде. Так, мынау былай қарай болатын болса, сонда бізде қандай аралық пайда болады? 0 мен 3. Иә, сонда міне біздің қиылысатын жеріміз мына аралық пен мына аралық болады. Минус 3 пен 3. Мына жерде бізде тік жақша болу керек. Сонда минус 3 пен 3 А жауабында бізде қиылыса қояды екен. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Апай. Ау. Егер x үлкен немесе тең минус 3-тен алда x жай кем 0-ден. X мынау жай неге кіші 0-ден дейсің ба? Иә. Яғни мына x-ің орнына сен 0-ге дейінгі сандарды ала аласың деген сөз ғой. Жаңағы 1, 2, 3. Ал сен мұнда уже қандай сандарды ала алмайсың? Сенің уже 0-ің кіші болып кетпес үшін минус сандарды ала алмайсың. Сондықтан біз осылай екі жағдайды қарастырамыз. Модульдің ішіндегі санға байланысты. Так, келесі теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді. Не істейміз? Бірінші бізде 32 4-тің қанша дәрежесі? Біріншін шешіп алайық. Мынау 2. 5. Мынау бізде 2-нің 5 дәрежесі. Негіздері бірдей болып тұр. Мына екеуімен теңестіріп жібере аламын, 2x кіші немесе тең 5-тен. Осы жерден x-ім шығады менің 5 бөлінген 2 болып. Екіншісін шешейік. LG деген логарифм 10 негізі деген сөз бізде. Мына жерде x-іміз тұрады кіші немесе тең 2-ден. Бұл дегеніміз не? Біздің x-іміз кіші немесе тең 100-ден деген сөз. Енді қараңдар, бізде мына жердегі x-іміз қасиеті бойынша оң сан шығу керек қой, яғни x бізде үлкен немесе тең деген мынандай да бір нені анықталу облысын қарастырамыз. Енді екеуін сызайық бөлек-бөлек. Бірінші мынау кетеді бізде. Бұл бізде 2,5. 2,5 бізде мына жақта жатсын. Іші боялады 2,5. Ол бізде кіші, мына аралықта жатады екен. Келесі бізде 0 мен 0 мұнда жатады. Іші боялады екен. Одан кейін 100. Не істейді? Бізде 100-іміз кіші, мына аралықта, x-іміз үлкен, мына аралықта болады. Енді екеуінің қиылысатын жері қалай білсе, мынау мен мынау бола қояды. Сонда біздің жауабымыз Д жауабы болып шыға қояды екен. Д жауабы. Есеп түсінікті ма?
иә Просто кіші. Кеттік. Геометриялық прогрессияда q тең болады 2-ден 5-ке. Төртінші мүшесі, яғни қосындысы бізде болады 8-ден 609 болса, бірінші мүшесін табыңдар дейді бізге. Формуласын еске түсірейік. Sn-нің формуласы бізде b1 q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген q минус 1. Бізде мынау беріліп қойған 4 деп, яғни кеттік сонда S4 бізде не болады? b1 көбейтілген q-дің бізге q дегеніміз 5-тен 2, 5-тен 2 минус 1, осының бізде 4 дәрежесі. Астында 5-тен 2 минус 1. Так, кеттік. Мынау бізде қаншаға тең болады? 609 бөлінген 8-ге тең болады. Енді алаяқта есептейік мынаның бәрін. Сонда бізде b1 көбейтілген 5-тің 4 дәрежесі бізде қаншаға тең болады? Так, 625, 625 бөлінген 16 b1 минус b1. Астында бізде болады 1,5 болады. 2,5-тен 1-ді азайтсақ. Бұл тең болады бізде 609 бөлінген 8-ге. Мынаған 16-ны берейік та, b1-мізді бөлек тауып алайықшы. Сонда біз 625-тен азайтамыз 16-ны. 609 b1 бөлінген 16 көбейтілген 3 бөлінген 2 дейік. Мынаны қысқартамыз, 8 болады. Тең болады 609 да 8. Енді мынаяқтан бастап жазайын. 609 екі жақтан да b1 тең болады 8 көбейтілген 3-ке. Мынаяқта да 609-дан 8. 609 мен 609 кетеді. 8 бен 8 кетеді. Сонда менде не қалады? b1 бөлінген 3 тең 1-ге. Мынаны мұнда көбейтіп жіберем. Сонда b1 менің тең болады 3-ге. Сонда бізде бірінші мүшеміз 3 болады екен. Бұл бізде С жауабы. Есеп түсінікті ғой, иә Так, бізге не дейді? Функциясының алғашқы жалпы түрін анықтаңыздар дейді. Біз не істейікші? Қиындатпас үшін жақшаның ішін ашып алайық. Мынаның бәрін көбейтіп. Fx пока бізде тең болады 2x көбейтілген 5 бөлінген 2x квадрат плюс 2x куб болады бөлінген 6. Мынау мен мынау бізде қысқарады, мынау мен мынау бізде кетеді, мынау мен мынау бізде қысқарады. Сонда не қалады бізде? Fx-іміз тең болады 5 бөлінген x плюс x куб бөлінген 3-ге. Енді не істейміз? Бөлек интегралын тауып аламыз. Fx 5 1 бөлінген x-дің интегралы бізде ln x-ге тең, е? Плюс x куб деген бізде не болады? 3-тен 1-дің алдына шығарайық та, x 3-тікін тапсақ, яғни дәрежесіне біреу қосылады 4, яғни соған біз бөлеміз. Плюс с. Сонда нақты жауабы бізде бола қояды 5 ln x плюс x-тің 4 дәрежесі бөлінген 12 плюс с. Бұл бізде қандай жауап бар? Так, 5 ln, мұнда 4 дәреже болу керек. 4 дәреже. Сонда бізде ол с жауабы бола қояды екен. С жауабы. Түсінікті болды ғой бұл есеп? Сұрақ жоқ ешқайсымызда, е? иә Центрі о болатын шеңберге дейді. Шеңбер сызып алайық. Шеңберге тыс жатқан М нүктесінен Mn жанамасы жүргізілген дейді. Міне, Mn жанамасы жүргізілген. М, N деп алайық. М, мынаяқта N деп алайық бірден. Mn. Енді бізге не дейді? М нүктесінен О нүктесінің арақашықтығы 8 сантиметр дейді бізге. Міне, О нүктесіне дейінгі арақашықтығы бізде 8 сантиметр. Яғни ол бізде центр ғой О нүктесі. Енді бізге не дейді? ОН бізде не болып табылады? Сонда ол бізде жаңағы радиус болып табылады. Енді МО-ның 60 болатын болса, бізде мына жер 60 градус болатын болса, онда бізге нені табындар дейді? ОН бізде радиус болады.
онда шеңбердің диаметрін табыңдар дейді. Біз мынау 60 градусты косинус 60 градус деп ала қояйықшы. Косинус 60 градусты бізде қанша болады? Так. Сонда бұл бізде ON мен М оның қатынасы болсын. Сонда бұл бізде 2-ден 1 болады. Ал ON деген бізде ол белгісіз болып тұр, радиус болып. Ал MN дегеніміз бағанағы MO дегеніміз ол бізде 8-ге тең. Сонда осы жерден ON-ді тауып алатын болсақ, ол бізде не болады? 8 бөлінген 2 бола қояды. Ол бізде 4 см болып шықты. Бұл бізде радиус етін. Ал радиус дегеніміз ол бізде диаметр бөлінген 2 емес пе? Сонда диаметріміз ол бізде 2R. Осы жерге қоятын болсақ, 4-ке, яғни біздің еміз 8 сантиметр В жауабы бола қояды екен. Так, сұрақ жоқ болса кеттік ары қарай. Тік призма табаны, тік призма қабырғасы 6 см болатын шаршы дейді. Биіктігі 15 сантиметрге тең, бүйір қыры мен табанның диагональдары арқылы жүрілген қиманың ауданын табыңдар дейді. Яғни бізге не дейді? Табаны шаршы дейді. Шаршы. Яғни бұлайнан жүргізілген бізде. Бұлайнан жүргізілген какой-то бір призма берілсін. Дұрыстап салдым ба? Призма берілсін дейді. Енді қараңдар, бізге не дейді? Мына жерде оның табаны бізде шаршы дейді. Яғни 6, 6, 6, 6. Табаны бізде полностью 6. Енді табандары 6. Бізге не дейді? Диагональдар арқылы бүйір қыры дейді. Мына жерін табу керек бізге бүйір қырын. Және диагоналі арқылы жүргізілген табанның қимасы дейді. Мына жерде біз диагоналін жүргізейікші. Екеуінің арасын қиып міне. Осымен бүйір қабырғасы мына жер. Басқа цветпен бояп қояйыншы, болмаса көрінбей жатса. Мына жер. Диагоналіне нүктесі мына жерде, екеуінің мына жерден мына жерге дейін. Мынау бізде 90 градусты береді. Сонда мынау бізде не болып тұр? Тік бұрышты үшбұрыш болып тұрған жоқ па? Мына жері бізде қанша болады есептеу жерсек. Бірінші пластик түсінікті болу үшін біз диагоналін есептеп алайықшы. Диагоналі бізде болады А квадратпен анықталады. Бізде неде? Шаршыда, сонда ол бізде 6 түбірасты 2 болады. Енді бізге мынау белгілі болып тұр. Аламызда қиманың ауданын табу үшін бұл бізде тікбұрышты үшбұрыштың ауданы не істей қоямыз? 2-ден 1 H көбейтілген диаметрінен тұр ғой бізде міне. Диаметрі мен H-тан тұр биіктігі. Сонда бізде биіктігі берілген 15 сантиметр деп біз несін диаметрін тауып алдық. 6 түбірасты 2 ары қарай шығарып жібереміз. Мынау бізде кетеді. Сонда 15 3-ке көбейтсек 45 түбірасты 2 шыға қояды. Сонда бұл бізде Д жауабы болады. Так, түсінікті ма есеп? Сұрақ бар болса қоя қояйық. Да, түсінікті бар. Кеттік. А6 бізге 8 деп берілген прогрессияның, яғни 11-ші мүшесінің қосындысын табыңдар дейді бізге. Бірінші бізде S А-ның формуласы қандай еді? 2А1 плюс N минус 1D бөлінген 2 көбейтілген N етіне. Так, енді біз былай істейікші. Бізде A-N-нің формуласын табатын болсақ, ол бізде A1 қосылған N минус 1 көбейтілген D емес пе? Сонда бізде мына жерде A6 берілді дейік. Ол бізде қалай болады? A1 қосылған 5D болады, тең болады бізде 8-ге. Осы жерден A1-ді өрнектеп алайық. Ол бізде 8 минус 5D бола қояды. Минус. Енді осында мына жерде S11-дің формуласын жазсақ, 2A1 плюс 5D бөлінген 2 көбейтілген 11. Енді алайықта мына жерге орнына қояйық. A1-дің орнына 8 минус, мына жерде неге 5 10 ғой? 5D қосылған 10D бөлінген 2 көбейтілген 11 тең болады. Жақшаны ашайық. 16 минус 10D плюс 10D бөлінген 2 көбейтеміз 11-ге. Не істейді? На екеуі кетеді. 16-ны 2-ге бөлеміз 8, көбейтеміз 11-ге. Яғни 11-ші мүшелерінің қосындысы бізде 88-ге тең болып, В жауабы шыға қояды екен. Мынау бізде 2 формула. Так, сұрақ бар ма есеп бойынша?
Жоқ, сұрамын. Так, берілген көп нүктені көбейткіштерге жүктеуге болатындай етіп, көп нүктенің орнына санды қойыңыз дейді. Так, бізде ол қандай сан болуы мүмкін? Қараңдар, 42 және 7-ге қатысты сан болу керек. 42-ні біз 7-ге бөлсек, бізде 6 шығады, яғни 42 бізде 7 мен 6-ның көбейтіндісі. Яғни бізде мына жерде А уже қайталанып тұр. Яғни біз аны жақсан сыртына шығарып жіберсек, бізде не қалады? Б плюс 7 қалып кетеді. Яғни бізде мына жерде де белгілі бір санды қойғанда, яғни ол бізде Б мен аяқталу керек, және де 42 көбейтілетін бір сан болу керек. Ол бізде, значит, 6Б бола қояды. Яғни тексеріп көрейік. АБ қосылған 7А қосылған 6Б деп алып, қосу 42 деп алайық. Енді алайықта шығар жіберейік жақшаның сыртына. Сонда мына екеуі бізде бірдей болып тұр, мына жақтан Б-ны шығарып жіберсек, бізде не бола қояды? Жоқ, пластик. А-ны шығарайықшы біріншіден. А-ны шығарып жіберсек, бізде бола қояды Б қосылған 7 болады. Мына жақтан біз алаяқта 6-ны шығарып жіберейік, сонда бізде Б қосылған 7 бола қояды. Екеуі де ортақ. Мен аламда не істеймін? А қосылған 6, Б қосылған 7 деп жүктей аламын. Сонда бізде мына жерге жүктеуге келетін өрнек, ол бізде А жауабы болады екен. Так, оңай есеп, кеттік ары қарай. Теңсіздіктер жүйесін бізге шешіңдер дейді. Біз не істей қоямыз? Бағанағындай бірінші мынау. Бірінші ең оңай екіншіні шешіп тастайықшы. Минус 5х минус 2 үлкен 0-ден. Так, мынаны біз не істейміз? Минус 5 көбейтілген х минус 2, мына х минус 2-ның квадраты деп алайын. Үлкен 0-ден. Сонда нені анықталу облысын есептеп қояйын. Ол менде не тең емес болу керек 2-ге. Мына жақта есептейтін болса, минус 5х минус 2 үлкен 0-ден дейді. Таңба ауысады. Х минус 2 кіші 0-ден болады менде. Сонда х-ым менің кіші болады екен 2-ден. Сан аралығына сызып тастайық. Мұнда менде 2 жатады, іші боялмайды. Ол менде үлкен болғасын, мына аралық боялады екен менде. Келесі мына жер тексерейік. Біріншісін ашып көрейік. Не істейміз? Модуль бойынша екі жағдайды ашамыз. Яғни менде бірінші жағдайым плюспен х плюс 4 үлкен болады х минус 1-ден. Сонда модулімнің іші менде оң сан шығу керек. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай менде минуспен ашылатын жағдай минус х минус 4 үлкен х минус 1-ден. Одан кейін келесі жағдай жаңа х плюс 4-ім, онда менде 0-ге дейінгі сандар болу керек деген сөз. Енді екеуінде шешейін. Мына жерде х-тар жойылып кетеді мына жерде, сонда бізде х-мыз кез келген натурал сан бола қояды. Ал х-мыз үлкен болады минус 4-ден. Келесі жағдай менде мына жерде х-терім келеді орнына 2х болады. 2х үлкен. Так, былай келетін болса, бізде минус 3, минус 3-ден. Мына жақта менде х-ым үлкен минус 4-ден. Сонда менде х-ым кіші болады минус 3 бөлінген 2-ден. Х-ым үлкен болады, кіші болады минус 4-ден. Екеуінде сан аралығына салайыншы мені. Сан аралығына салайық. Сонда мына жерде бізде біріншісі минус 4 пен екеуінің қиылысуы. Минус 4 пен және де бүкіл аралық мені. Минус 4, яғни бізде еще х-тан үлкен. Келесі бізде қай аралық болады? Минус 3-тен 2. Мына жерде минус 1,5 мың жерде жатыр бізде. Минус 3 бөлінген 2. Және де мына жақта бізде минус 4 жатыр. Енді бізде не дейді? Х-ымыз кіші, мынауымыз былайынан кетеді, мынауымыз былайынан кетеді. Екеуінде қиылысатын жері менде мына жер бола қояды. Енді қараңдар. Сонда мынау бізде, мынаяқ уже полностью есептеліп кеткесін, менде бұл жер не болады? Былайынан қиялам мені. Мына жердің бәрі есептеліп тұр. Сонда мына жерден қиятын болсам, менде не болады? Минус шексіздіктен екеуінің қиылысатын жері 2-ге дейін болады. Бұл менде Д жауабы болғандықтан да Д жауабы деп шығара қояды екенбіз. Так, сұрақтар бар болса қоя қойырсыңдар, кеттік ары қарай. Функцияның туындысы берілген нүктенің мәнін табыңдар дейді. Бірінші не істейміз? Туындысын тауып аламыз, одан кейін мынау х-ның орнына нүктені қойып анықтаймыз. Яғни бізге f'(x) керек. Біз қалай аяқтайтын едік? f(x) бізге былай берілетін болса, u бөлінген v болатын болса, u' v минус v' u
астында v-ның квадраты етін. Осыған салып жіберейік. Сонда 4x минус 5-тің туындысын 3x плюс 2-ге көбейтеміз. Азайтамыз. 4x минус 5-ті көбейтеміз 3x плюс 2-ның туындысына. Астына не істейміз сонда? Бізде 3x плюс 2-ның квадраты болады екен. Бізде формула. Так, сонда ары қарай. Надан туындалатын болсақ, бізде 4 қалады. 4, 3x плюс 2. Надан туындалатын болсақ, бізде 3 қалады. 4x минус 5. Астында квадратына теспей қоя тұрайық. 3x плюс 2-ның квадраты. Тең болады ары қарай. Жақсыларда шайық 12x. Так, плюс 8 минус 12x плюс 15 болады. Бөлінген 3x плюс 2-ның квадратына. Мыналар кетеді. Қысқарып сонда бізде не қалады? 23 бөлінген 3x плюс 2-ның квадраты. Бұл менде fx немесе f-тің енді не істеймін мен жаңағы 1/5 деген нүктесін қойып көрем. Сонда мен f-те 1/5 деп қоятын болсам, 1/5 деп қоятын болсам, 23 бөлінген 3 көбейтілген 1/5 деген 3 бөлінген 2 қосылған 2-ның менде квадраты. Так, 23 қала берсін үстінде. Мынаяқта бізде 9, мынаяққа 1-ден 2-ден берейін. 9-ға 4 қосамыз, 13-тің квадраты бөлінген 4 болады. Үстіне жіберем, сонда менде шыға қояды 92, 13-тің квадраты менде 169. Сонда 92-де 169 деген менде в жауабы шыға қояды екен. Банағы 20 қалай шығып кетті? Қай 20? 23 сүлейді. Мынау 23 па? Бізде мыналар қысқарды ғой, 8 бен 15-ті қостым. Мына екеуін қосқан кезде. Ал емес пе? Ал? Иә. Так, қалғандарымызда сұрақ болмаса кеттік. Қанша уақыт кетті бізде? Жай шығарып жатыр есептерді. Тікбұрышты үшбұрыш катеттердің гипотенузадағы проекциялары 16 дециметр, 25 дециметр катеттердің табындар дейді бізге. Бізде бұяқта формула бар, арнайы арналған. Так, яғни біз не істеп ала қоямыз? Яғни бізде а квадрат деп алайық. Бірінші катеттің ол бізде, яғни м. Белгілі бір катетінің проекциясы mn. Яғни мынау бізде m болады, мынау бізде n болсын. m көбейтілген с деген бізде гипотенуза. Одан кейін b квадрат, ол бізде тең болады n көбейтілген с. Яғни бізге сын тауып алу керек. Ал с бізде жаңағы m проекциясы мен n проекциясының қосындысына тең болады. 16 қосылған 25-ке, яғни. Қосып жіберсек бізде қанша бола қояды? 30, 41 ма? 41 бола қояды. Енді есептеп жүрейік. а квадрат тең болады бізде 16 көбейтілген 41-ге. Түбірін астына саламын. Сонда менде не болады? 4 түбір асты 41 шығады. Бұл менде а. Келесі b квадратты есептейтін болсам, ол менде бола қояды жаңағы 25 көбейтілген 41. Екеуінде түбірін астына салып жіберем. Сонда не шыға қояды менде? b шыға қояды 5 түбір асты 41 шыға қояды. Так, бізде бұндай жауаптар қай жерде тұр? 4 пен 5 д жауабы. Сонда менде д жауабы шыға қояды екен. Так, кеттік. Сұрақ бар болса тоқтап айта қоя бересіңдер. Келесі бізде мына жерде не дейді? Мынандай беріліп қойған. Біз былай істейікші. Түбір асты 5-ті біз жуықтап алатын болсақ, ол бізде бола қояды 2-де 36. Түбір асты 2-ні жуықтайтын болсақ, бізде 1-де 4, 14 деп кете береді. Түбір асты 3-ті жуықтасақ, 1-де 7-де 32. Енді примерно бірінші модульді ашып көрейікші. 2-де 36, минус 1-де 4, 14, минус 1-де 7, 32. Сонда бізде мынаяқтан минус 0-де 91 деген минус сан шығайын деп тұр. Яғни бізге не істеу керек? Бірінші модульді минус қойып жіберейік, чтоб ішінен оң сан шығу үшін. Келесі екінші модульді ашып көрейік. Түбір асты 2 бізде 1-де 4-де 14, азайтамыз
2 де 2 де 36. Не істейді? Тағы да минус 0,81 де 22 деп кете беретін тағы да минустан шығады. Онда бізге не істеу керек? Мына модульдердің алдын бізге минуспен ашу керек. Сонда бізде минус түбір асты 5 плюс түбір асты 2 плюс түбір асты 3 шығады. Наяқта да минус болған үшін не істейміз? Минуспен ашып жібереміз. Минус түбір асты 2 плюс түбір асты 5 минус түбір асты 3. Енді алаяқта артық нәрселерді қысқартып бастайық. Мынау мен мынау кетеді бізде, мынау мен мынау кетеді, мынау мен мынау кетеді. Сонда бізде 0 шығады екен. Сонда бізде А жауабы мұнда дұрыс жауап бола қояды екен. Есеп түсінікті ма? Егер модульдің ішінен оң сан шығып тұрған болса, осылайынан аша беретін едік. Бізде бірақ модульдің ішінен минус сан шығып қалғасын, а модульдің ішінен бізде минус шыға алмайды ғой. Поэтому біз бұны минуспен ашамыз, бірден плюс болып шықты деп есептеу үшін. Так, кеттік. Алтын мен күміс қоспасының массасы екеуін бірге 15 килограмм. Егер осы қоспаның құрамынан алтынның 30%-ын және күмістің 20%-ын балқытып бөліп алса, онда қалған қоспаның құрамындағы алтын мен күмістің массасы өзара тең болады дейді. Бастапқыдағы қоспаның құрамында әр заттың мөлшері қаншадан болған дейді. Алтынды X деп алайын. Алтын X болсын, күміс менде Y болсын. Бірінші не дейді? Екеуін қосқан кезде 15 килограмм дейді менде. Одан кейін не дейді? Алтынның, яғни 0,3 дейік, 30%-ын тең болады бізге жаға күмістің қанша пайызына? Так, былай істейміз. Бізде не дейді? Қалғаны деп тұр. Сондықтан не болады? Мына жерде бізде 30% алып тастасақ 70% қалады, ал бізде ненің? Күмістің 20%, значит 0,8 80% қалады. Осы екеуі тең болады дейді. Осы жүйені бізге шешу керек екен. Так, шеше қояйық. Так, X өрнектеп алсақ осы жерден, немесе былай істейік. Мынаны көбейтіп жіберейікші 10-ға полностью. Сол кезде не шығады бізде? X плюс Y 7X минус 8Y тең 0-ге, мынау тең 0-ге. Мынан X өрнектеп алсам, 15 қой, неге 0 деп жазып қойдым? 15 тең болады, 15 минус Y болады. Сонда орнына қойып жіберейік. 7, 15 минус Y минус 8Y тең болады 0-ге. Так, 70, 35, 105 бола ма? 105 минус 7Y минус 8Y тең 0. Сонда 105 тең болады 15Y. 105-ті бөлеміз 15-ке. Сонда Y-іміз біздің шыға қояды екен 7. Енді X-іміз тауып алайық. X-ті біз 15 минус Y деп алдық. Сонда ол бізде 8 шыға қояды екен. Сонда бізде 8 бен 7 деген С жауабы бола қояды екен. Яғни теңдеу құрамыз. Кеттік. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді. Ал кеттік. Бірінші мынаны шешіп алайық. Не істейміз? Ортақ бөлім берейік. Мынаған 4-тен береміз, мынаған 3-тен береміз. Мынаған 8-тен, мынадан 3-тен береміз. Сонда бізде 4x минус 27 бөлінген 12 үлкен болады бізде. Көбейтсек, так, 32x минус 45. Мұнда бізде болады 24. Мұны алаяқта қысқарту жіберейік. Мұнда 2. Енді мына мен 2-ні мұнда көбейтерсем болады ғой да бірден. Сонда менде не болады? 8x минус 54 болады. Кіші 32x минус 45-тен. Енді ары қарай мынаны былай жіберейін да, мынаны мен былай алып келейінші, ыңғайлы болсын. Сол кезде менде шыға қояды 24x кіші минус 9-дан. X-ім сонда менің кіші болады минус 9 бөлінген 24-тен. Екеуінде 3-ке қысқарту жіберсем, минус 3-тен 8 болады екен. Екіншісін шешейік. 3x квадрат минус 48 үлкен 0-ден. 3x квадрат үлкен менде 48-тен. 48-ті 3-ке бөлем, менде сонда 9 шығады. Ойбай, 16 шығады. Сонда x квадрат минус 4, x квадрат плюс 4 деген екі өрнек пайда болып менде. Мынаны неге істеймін? Интервалдарға бөлем. Так, минус 4 и плюс 4. Қатаң екеуі де. Интервалдарға бөлдім. Енді қараңдар.
4-тен кейін бізде мына жерде белгілі бір 5 деген санды алайық. 5-ті қойсақ плюс шығады. Плюс пен плюсті көбейтсек плюс болады. Мына жақтан белгілі бір 3 деген санды алайық. 3-ті қойсақ минус шығады. Мына жақта плюс шығады. Плюс пен минусты береді. Келесі мына жақтан белгілі бір минус 5-ті алайық. Минус 5-ті қойсақ минус шығады. Минус пен минус маған плюсті береді. Бізге қай аралық керек? Үлкен деп тұр, маған плюс аралықтар керек. Енді мен осы жерге не енгізе қоямын? Бағанағы тапқан мынауымды енгізіп жіберемін еще. Ол менде 3-ті 8-ге бөлсең өте аз сан шығады. Ол менде белгілі бір мына жерде жатыр. Тек минус 3 бөлінген 8. Ол менде не? Кіші, менде ол мына аралықта анықталады. Сонда менің жауабым бола қояды мына жер. Сонда минус 8-тен 4-ке дейін деген С жауабы менің жауабым бола қояды екен. Есеп түсінікті ғой? Векторлар берілген. 4а минус 3b векторының ұзындығын табыңдар дейді. Біз бірінші не істейік? 4аны тауып алайықшы. Ол бізде қалай болады? Яғни мынаны көбейте қоямыз. Минус 2-ні 4-ке көбейтеміз, 6-ны көбейтеміз 4-ке. Сонда бізде шыға қояды минус 8-де 24. Келесі 3, бұны анықтап алайық. Екеуінде 3-ке көбейтеміз, 3-ті көбейтеміз 4-ке. Одан кейін 7-ні көбейтеміз 3-ке. Сонда бізде 12-де 21 шыға қояды екен. Енді вектордың ұзындығын анықтау үшін не істеуші едік? Вектордың ұзындығын анықтау үшін біз оларды, яғни не істейміз? Бізге біріншіден орындау керек. 4а минус 3 бұны тауып алайық. Так, сонда ол бізде тең бола қояды. Минус 8 минус 12, 24 минус 21. Сонда бізде шыға қояды бұл жерде. Минус 20 мен 3 шыға қояды. 3. Енді осыны анықтау керек. Ол бізде не болады? Яғни олардың векторларының квадраттап қосқанға тең болады екен. Ал қосып жіберейік. Сонда 20-ны квадраттаймыз, оған қосамыз 3-тің квадратын. Сонда менде шыға қояды 409 шыға қояды. Ол менде міне Д жауабы бола қояды екен. Кеттік ары қарай. 21, 45, 128 сандарының ең кіші ортақ еселігін анықтаңыз дейді. Ортақ еселікті анықтаған кезде біз не істей қоямыз? Бірінші 32-ні жіктей қояқшы, ол бізде 2-ның 5 дәрежесі. Келесі 45 ол менде 15 көбейтілген 3. Яғни немесе жағағы 3-тің квадраты көбейтілген 5. 128 менде 2-ның 7 дәрежесі. Енді не істейміз? Оны анықтау үшін, яғни бізге берілген бүкіл санның ең үлкен дәрежелерін алу керекпіз. Ең кіші ортақ еселікті анықтау үшін. Бізде 2-ның ең үлкені 2-ның 7 дәрежесі. 3-тің ең үлкені 3-тің квадраты. 5-тікі 5-тің 1 дәрежесі. Ашып жібереміз. 128-ге тең, 9-ға тең, 5-ге тең. Көбейтсек бізде 5760 шығады. Яғни үшеу ішінде ең кіші ортақ еселік болатын сан бізде сонда 5760 болып Д жауабы бола қояды екен. Осы есеп бойынша сұрақ бар ма? Келесі теңдеулерді шешіңдер дейді. Не істейміз? 2 теңдеуге мынаны бөліп жібереміз. Х плюс 6 тең 0. Х-ымыз сонда тең болады минус 6-ға. Х квадрат минус 8х минус 9 тең 0. Дискриминант анықтаймыз. 64 минус 4 көбейтілген минус 9. Так, минус 4 түскесек 36, мұнда 100 шығады бізде. Х1 8 плюс минус 10 бөлінген 2. 2х анықтайық, минус 2 минус 1 шығады сонда. Және де 9 шығады, 9. Енді бұл сында қандай әдеттер бізде? Х теріміз, х1 бізде минус 6, х2 бізде минус 1, х3 бізде 9 дейді. Сонда бұл бізде Д жауабы екен. Қарапайым теңдеу. Теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді мұнда. Ал кеттік шеше қояйық. Біз бірінші былай істейікші. Мына жерден х-ті өрнектеп алайық. Ол бізде минус 56 плюс y бола қойсын. Осыны мына х-ті әкеп мұнда қой жібереміз. Сонда 3 негізді түбір астында бізде бола қояды минус 56 плюс y бола қояды.
тең минус 2 плюс 3 негізі түбір асты y. Енді бізге қысқаша көбейту формуласын не істеймін? Иррационалдықтан құтыламын, екі жағында кубтаймын. Енді мынаны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашайын. Тең болады. Сонда бізде қалай болады? Мынаның орнын ауыстырып жазды деп есептейтін болсақ, бізде 3 негізі түбір асты y-дің кубы минус 3 негізі түбір асты y-дің квадраты көбейтілген 2 плюс 3 негізі түбір асты y көбейтілген 2-ның квадраты, одан кейін минус 2-ның кубы, ол бізде 8. Так, мына жерде y пен y кетеді. Сонда бізде не қалады? Мына жерден өрнектеу енгізіп алайық. Түбір асты 3y-ті а деп алайық. Сонда бізде не болады? Минус 56 тең болады минус 6а квадрат плюс 12а минус 8 болады. Бәрін былай қарай аударсам, сонда менде 6а квадрат минус 12а минус 48 тең 0 шығады. Бәрін бөліп тастайыншы 6-ға. А квадрат минус 2а минус 8 тең 0 шығады екен. Не істеймін? Дискриминантты табамын. Дискриминантын есептеймін. Сонда менде мында 4 минус 4 көбейтілген минус 8. Сонда менде 36 шығады. Енді А1 аларды табайын. Ол менде болады 2 плюс минус 6 бөлінген 2. Сонда менде 2 жауап шығады. 4 деген және де минус 2 деген жауап шығады. Мен енді 3 негізді y-ді не деп алдым? А деп алдым, яғни 4-ке тең. Екеуінде кубтаймын. Сонда менің y-ім шығады 64. Келесі y-ім 3 негізді менде 2 қалады. 2 менде минус 2, екі жағында кубтаймын. Сонда менде y-ім шығады минус 8. Орнына қойып тапқан кезде, сонда менде қалай болады? Так, x1, яғни 64-тен 64-ке қосамыз, сонда менде 8 шығады мұнда. x2 менде шыға қояды, минус 8-ді қойған кезде минус 64. Сонда мына жерде негізі ауысатын жауап болған. Сонда бізде бір жауап болып тұр ма примерно? Сонда бізде бір жауап шыға қояды. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Саябақта ағаштардың 25% жеміс ағаштары дейді. Оның 20% өрік ағаштары дейді. Саябақтағы ағаштардың неше пайызы алма ағаштар болатын анықтаңдар дейді. Бізге қараңдар, біз мынаны біріншісін 100% деп алайық та, ол бізде саны берілмеген ғой, барлық ағаштар x деп алайық. Одан кейін 25% біз жемістерді y деп алайық. Сонда мына жақтан y табатын болсақ, ол бізде 25x бөлінген 100 болады. Яғни бір жағағы 75% болып тұр ғой, 75% қалған ағаштар болып тұр. Енді осы 20%-дің деп ары қарай есептейтін болсақ, бізге мына жерде саябақтағы ағаштардың саны берілмегендіктен біз бұны анықтай алмайды екенбіз. Сонда бізде д жауабы болады. Егер бізде ағаштардың саны берілген болса, біз саны анықтай алатын едік процентін. Бізге берілмегендіктен біз қазір анықтай алмаймыз. Сонда бізде анықтау мүмкін емес деген жауап болады. Келесі теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді 25-те. Яғни не істей қоямыз? Бірінші бізде екі жағдайды қарастырамыз. Бізде ненің қасиеті бойынша x минус 2 бізде не болу керек? Үлкен немесе тең 0-ден болу керек. Және де бір жағдай не істей керек бізде? Жағағы мынаны енді ашамыз. Сонда x минус 2 не болады? Кіші болады 10-ның минус 1 дәрежесінен. Міне осы екеуін анықтау керек бізге. Мына жерден бірден шығады 2 болып, мына жерден бізде шыға қояды шай кіші, тең емес, шай кіші. Мына жерде бізде шығады, так, сонда x минус 2 1 бөлінген 10-нан болып шығады. Мынау тұра берсін, бұл бөлек жауабы. Сонда x-іміз бізде кіші болады 1 бөлінген 2 қосылған 2, ортақ бөлімге келтірейін, 10-ды берейін. Сонда x менде 21 бөлінген 10 болады, немесе 2,1. Екі жауап шықты менде, сонда x менде үлкен 0-ден, x менде кіші 2,1-ден деген. Не істеймін? Екеуінің аралығын есептеу жүрейін. Мына жақта менде 0 жатсын, мұнда менде 2,1 жатсын. 2,1 менде кіші мұна аралық болады, 0-ім үлкен мұна аралық болады. Сонда қай аралық? 0 мен 2,1-дің аралығы. 2 қоймында.
2. Сонда 2 мен 2,1-дің аралығы болып, менде В жауабы бола қояды екен. Так, кеттік ары қарай. Мұғалім сыныпта функция тақырыбына байланысты парабола тәрізді құмыраның макетін көрсетті дейді. Көрсетіп, соған байланысты есептер ұсынды дейді. Мынау бізде макет берілген. Астыңғы жиегінің теңдеуі y тең x квадрат минус 4 дейді, ал үстіңгі жиегінің теңдеуі y тең 5 дейді. Берілген парабола бойынша дұрыс тұжырымдаманы көрсетіңдер дейді бізге. Жалпы түрдегі функция деп алмаймыз. Себебі функцияның бізде түрі көп қой, мына вариант бізде болмайды. Келесі жұп функция. Парабола бізде жұп функция болады, яғни ол өсі бойынша симметриялы болып тұр ғой, сондықтан бізде бұл жұп функция болады. Периодты функция болатын болса, синус, x косинус, ол бізде периодты функциялар, былайынан қайталанатын. Ол бізде яғни периодты функция емес, тақ емес, яғни симметриялы түрде бір-біріне симметриялы болып тұрғандықтан ол бізде жұп функция болады. Құмыраның макетінің ауданын табыңдар дейді. Бізге ауданын табу үшін бірінші, яғни бізде формуласы қалай? S-тен болады, адам b-ға дейін жаңағы функциямыз азайтылады. fx1 минус fx2 tx деп. Бізде сурет бойынша қарандар. Ол бізде y бойынша, міне үстінде y бойынша біздің макетіміз бойынша тұр ғой, y-тен азайтып тастаймыз. Сонда бірінші a-ны тауып аламыз. A-ны табу үшін бізде x квадрат минус 4 пен y-ті теңестіреміз. Y-іміз бізде 5-ке тең. Яғни x пен y-ті теңестіру керек. Бірінші табу үшін бірінші қадам. Сонда мына жерде бізде не болады? X квадрат тең болады 9-ға. Сонда x-ім менің тең болады плюс минус 3-ке. Анықталды. Сонда s тең болады минус 3-тен 3-ке дейін. fx-ім, яғни не істей қоямын мен? 5 минус x квадраттан азайтып тастаймын 4-ті. Бұл менде dx тең болады. Минус 3-тен 3-ке дейін. 5 минус x квадрат плюс 4 dx. Сонда менде шығады минус 3-тен 3-ке дейін тең 9 минус x квадрат dx. Енді не істеймін? Бөлек-бөлек интеграл алам, немесе былай істейік бірден минус 3, 9-дан интеграл менде қалай болады? 9x болады, е? Ал мынадан менде x-тің кубы бөлінген 3 болады, өзінің дәрежесіне бөліп жібереміз. Мынау менде уже мындай болып өзгереді. Былай, минус 3-тен 3-ке дейін. Орнына қоямыз сонда. Бірінші 9 көбейтілген 3 минус 3-тің кубы бөлінген 3 азайтамыз. 9 көбейтілген минус 3 минус 3-тің кубы бөлінген 3. Осыны шешіп жіберейік. 9-ды 3-ке көбейтеміз. 27 минус 9-ды 3-ке бөлетін болсақ, мұнда 3 дәрежесі бізде. Мынау қысқарады. 3-тің квадраты 9-ға тең. Минус 27 минус 3-тің кубы бізде минус 27. 27-ні 3-ке бөлсек 9 плюс 9 болады бұл жерде. Сонда ашатын болсақ 27 минус 9 плюс 27 минус 9. Екеуін, так, мына екеуін қысқарту жесем, ойбаймын. Сонда, минус 9, 27, қосып жіберейік, қанша болады екен бізде? Сонда бізде 36 шығады екен. 36. Сонда құмыраның бізде ауданы 36 бола қояды екен. Жауабы. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Кеттік. Құмыраның ерік өсіме айналдырғанда пайда болатын көлемін табыңдар дейді. Яғни оның көлемі бізде формуласы бар дайын. Өтсем болады пи адам b-ға дейін fx-тің квадраты dx болады. Осыны салып жіберейік. Бізде пи қалай береді? Пока что адам b минус 3-тен 3-ке дейін fx-іміз біздің жағағы x квадрат минус 4-те осының квадраты dx. Енді жақшаны ашып жіберейікші. Минус 3-тен 3-ке дейін қалсын. Бұл бізде не болады? X-тің 4 дәрежесі минус 8x квадрат плюс 16.
16x. Енді бөлек-бөлек тауып аламын. Пи пока тұра берсін. Жақшаның ішінде менде не болады? X-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 минус 8 x куб бөлінген 3 плюс 16x болады. Минус 3-тен 3-ке дейін. Естеймін, енді мынаны маған есептеу керек. Пи пока қала берсін. Ойымызда бар деп есептейікші. Көбейтілген бірінші 3 минус 3 бірінші 3-тің өзін қоямыз. 3-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 минус 8 көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 плюс 16 көбейтілген 3. Минус 3-ті қоям енді. Минус 3-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 минус 8 көбейтілген минус 3-тің кубы бөлінген 3 плюс 16 көбейтілген минус 3. Жақшаны жабам. Так, тең болады. Мына жерде менде қысқартылатын заттар бар ма? Пока что жоқ. Пи көбейтілген 3-тің 5 дәрежесі бізде қаншаға тең болады? 3-тің 5 дәрежесі 243 дейді. 243 бөлінген 5 минус 3-тің кубы бізде 27. 27-ні біз көбейтеміз 8-ге. Сонда мұнда бізде 72 шығады. 72. 16-ны көбейтеміз 3-ке. 48 плюс 48. Минус 3-тің 5 дәрежесі бізде сонда. Яқта ашпайық пока. Минус 243 бөлінген 5 болады. Мұнда минус 8 пен 3 сонда. Минус пен минус плюс 72 болады бізде. Плюс 72. Мұнда минус 48. Енді ашып жерейін жақшаның үшін. Пи 243 бөлінген 5 минус 72 плюс 48 плюс 243 бөлінген 5 минус 72 плюс 48. Енді бәрін қосып жерейік. Так, пи болады сонда бізде. 486 бөлінген 5 осына да бізде наяқта минус 48 болады. Минус 48. Минус 48-де 5-ке береміз 48-ге. 240 шығады, оны 486-дан азайтамыз. 246. 246 пи бөлінген 5 шығады сонда. Бұл біздің соңғы жауабымыз бола қояды. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Так, онда кеттік. 29. Параболаның x өсімен қиылысу нүктелерін табыңдар дейді. Бізде бұл қандай жағдай? Параболаның бізде теңдеуі бола қояды. Ax квадрат плюс bx плюс с ғой. Сонда оның бізде формуласы төбесін табу үшін бізде болады минус b бөлінген 2a. Ал бізде теңдеуіміз қалай еді? X квадрат минус 4 еді ғой. Ал неміз бізде 0 болып тұр сонда. Орнына қоятын болсақ, x төбе. Бұмыз бізде жоқ, значит ол бізде 0-ге тең деген сөз. Минус 0, амыз бізде 1-ге тең, 2 көбейтілген 1. Сонда бізде мына жеріміз 0 болады. Келесі. Ал оның нүктесін табу үшін жаға жерге қойып жібереміз. Сонда y табу үшін x орнына қоямыз. 0-дің квадраты минус 4. Сонда минус 4 шығады. Сонда біздің нүктеміз... Ойбай, мен x төбесімен қиылысу нүктелерін мен намен шатастырып алдым. Төбесінің координаталарымен. Таба салайық. Сонда бізде 0 мен 4 бола қояды. Бұл бізде міне д жауабы. Д жауабы. Келесі 29. Ол бізде қалай аяқталады, яғни төбесінің қиылысу төбесін біз анықтайтын болсақ, біз былай жасаймыз. X бізде x квадрат минус 4 қой, осыны 0-ге теңестірген кезде. Сонда x квадрат бізде тең болады 4-ке, x-іміз тең болады плюс минус 2-ге. Яғни x өсімен қиылысу нүктесі бізде плюс минус 2-ге тең болады. Міне ол бізде в жауабы. Мынау бізде келесі төбесінің координаттары, парабола төбесінің координаттарын табу формуласы. Мынау бізде 30. Осы екі есеп бойынша сұрақ бар ма? Так, 31. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңдар дейді. Не істейміз? Құтылу үшін біз мынаны көбейту жереміз. X плюс 3-ті көбейту жереміз x плюс 3-ке. Мынаны ашайық. Бұл бізде қысқаша көбейту формуласы.
x плюс 3 түбір асты x плюс 3. Астында түбір мен түбір көбейтілген кезде түбіріміз жойып кетеді. Не істейміз? Мына мен мынаны қысқартып жібереміз. Астында бізде x минус 3 модуль ішінде x плюс 3 қала қояды екен. Бұл бізде мынау f жауабы бола қояды. Тағы да бізде қай жауап? Міне e жауабы бола қояды екен. Сонда бізде e, f жауаптары дұрыс жауап бола қояды екен. Так, келесі теңдеулерінің түбірлерін анықтаңдар дейді. Бізге не істейміз? Екі түбірге бөлеміз. Косинус 2x минус 1 тең 0-ден. Косинус 2x тең болады 1-ге. Бізде косинустың дербес жағдайы бойынша ол бізде тең болып кетеді. 2x тең болады пика бөлінген 2-ге. Сонда жоқ, пика бөлінген 2 емес, бізде не еді ғой? 2 пика емес па да? 2 4 сонда 2x тең болады 2 пикаға. Сонда x-ті бөлетін болсақ, көбейтіліп тұрған нәрсе бізде бөлініп кетеді. Сонда біріншісінде менде x-ің пика болып шығады. Келесі синус x бөлінген 2 минус 1 тең болады 0-ге. Синус x бөлінген 2 тең 1-ге. Синус x бізде 1 болған кезде, оның бізде не жағдайы бар? Дербес жағдайы бар. Ол бізде пи бөлінген 2 плюс 2 пика. Не істейміз? Бәрін 2-ге көбейтіп жүреміз. X тең болады пи тең 4 пика. Енді не істейміз? Екеуін біз аламызда қарай қояйық. Сонда бізде міне а жауабы тұр. Мұнда бізде пи плюс 4 пика. Міне с жауабы тұр. Сонда бізде а, с бола қояды екен жауаптары. Так, есеп түсінікті ғой? Келесі бізге мынаны шешіңдер дейді. Мынаны 10-ға көбейтейік та, біріншісін оңай болсын. Келесін 3-ге көбейтіп жіберейікші. 4x плюс 20y тең болады 60-қа. X плюс 2y тең болады 3-ке. Мынаны көбейтейінші мен 10-ға. Оңай болсын маған. 4x плюс 20y тең болады 60-қа. 10x плюс 20y тең болсын 30-ға. Алайында екеуін азайтып жіберейін бір-бірінен. Сонда менде не шығады? Минус 6x шығады, мұнда. Минус 6x тең болады менде 30-ға. X-ім тең болады минус 5-ке. Y табатын болсам, орнына қойып жіберейін. Минус 5 плюс 2y тең 3-ке. 2y тең 8-ке. Y тең 4-ке. Енді осындай жауаптарды іздей қояйық. 5 пен 4 дейді. Мен ешерден жасас кетпедім ба? Апай, ана жерде 3-ке өткенде 9 болмай ма? Иә, мына бәсе. Иә, мұн жерде 9. Сонда мұнда бізде 90 бола ма? 90. Сонда мұн жерде бізде азайтқан кезде мынаяқ плюс болып кетеді. Сонда мынаяқта плюс 5, мынаяқта плюс 5. Мұнда сонда былай жібереміз. Минус 2 бола ма? Плюс 5 орнына қойдық мұн жерге. Мынаяқта 9 ғой бізде. Сонда мұнда бізде 4 болады. Мұнда значит бізде 2 болады деген сөз. Сонда бізде не? 5 пен 2 болды, е? Е жауабы. Сосын тағы қандай жауаптар бар бізде мұнда? Міне. В жауабы. Сонда В, Е. Дұрыс емес па? В. Жоқ. Бізде мына жауап келмейді ғой, В жауабы, е? В жауабы келмейді. Бізде 4 негізді. Мұнда егер 4 дәрежесі болатын болса, онда келеді. Мұн жерде 4 дәрежесі шығар, наверное, скорее всего. Сонда бізде В, Е жауабы бола қояды. Так, бұл есеп бойынша сұрақ жоқ қой, е? Жоқ. Асхат бір сан ойлады дейді. Егер ойлаған санның 40%-на тең санды 8-ге қосып 4-ке бөлгенде 10 саны шығады дейді. Асхаттың ойлаған санын еселіктерін табыңдар дейді бізге. Так, біз не істейміз? Бірінші ойлаған санын біз x деп алайық. Онда ойлаған санның 40%-на тең болса, ол бізде не болады? 0,4x болады. 8 санын қосып дейді. Оны 4-ке бөлсек дейді. Онда 10 саны шығады дейді. 0,4x плюс 8 тең 40 болады.
0,4 x 8-ден азайтамыз 32 болады. X-іміз сонда тең болады бізден бөліп жүрсек 80 шығады. Енді бұған еселік сандар 160, 240, 320 солай кете береді. Енді мұнан іздейік. 25 керек жатпайды, еселік емес. 200 еселік емес, 250 бізде еселік емес. 160 еселік бізде, 80 өзі және 240. Сонда бізде E, S, F деген жауап, 3 жауап шыға қояды екен. Так, есеп түсінікті ғой? Иә. Келесі бізге модуль дейді, интеграл дейді. Бізде уақыт аяқталды негізі. Соңғысын 35 шығара қояйық, сосын бітіре қоямыз. Так, x квадрат минус 3x минус 4 үлкен 14-тен деп алайық. Келесі x квадрат минус 3x минус 4 кіші жоқ, үлкен минус 14-тен деп алайық. Кіші болады, таңбасы ауысады. Енді кеттік. Сонда мына жерде бізге әкелетін болса x квадрат минус 3x минус 18 үлкен 0-ден. Сонда дискриминантты есептейік. Так, 9 минус 4 көбейтілген минус 18. 18 4 көбейтсек 40. Қанша болады? Так, 72. 72-ке қосамыз 9-да. 81. x1, x2-ні табайық. Так, 3 плюс минус 9 бөлінген 2. 12 6 шығады, және де 3 минус 3 шығама, минус 3. Келесі мына жерде x квадрат минус 3x минус 4 плюс 14-те кіші 0-ден. Сонда x квадрат минус 3x плюс 10 кіші 0-ден. Так, дискриминантын табайық. Бізде қалай болады ол? 9 минус 4 көбейтілген 10. Таңбасын шыдаспадым ба? Минус 14. Сонда бізде мына жерде минус таңба шығып қалайын деп тұр. Минус 31 шығып қалайын деп тұр. Бош жиын болып кетеді. Сонда менде қай аралық болып тұр? X минус 6, X плюс 3 үлкен 0-ден деген аралық болып тұр. Интегралға салып жіберем. Боялмайды екеуінің де іші минус 3 жатыр, менде мұнда 6 жатыр. Так, енді мына жерге біз, так, мынаяқта бізде 6 жатыр дедік па, 6-тан кейін 7 деген сандалайық. Плюс шығады, плюс шығады. Мынаяқ бізде плюс болады. Келесі, мынаяқтан бір 0 деген сандалайық. 0-ді қойсақ минус шығады, мынаяқта плюс шығады. Минус пен плюс минусты береді. Минус 4-ті қойайық. Минус, минус, плюс болады. Бізге керек аралық плюс, мына аралықтар болады. Сонда натурал шешімдері бола алатын сандар дейді бізде. Натурал 6-тан үлкен сандар, сонда менде қай ол? 7 мен 8 менде шешімнің жауаптары бола алады екен. S және F. Бұл есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Егер сұрақ болмаса, шыға қойсаңдар болады. Сол бола қойыңдар. Жақсы, салыңыз апа. Табыңыз. Салон запай.